Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге қазақ тіліндегі спорт жайлы YouTube арна ERA-X. Видео ұнаса видеоға лайк басып арнаға тіркеліп қойыңыздар, ал біз бастаймыз. Қазақстандық боксшы Данияр Елеусінов кезекті жекпе-жегінің алдында қарсыласымен көз арбасты. Кезекті кездесуін Дэниэл Джейкобс пен кіші Хулио Цезар Чавес жекпе-жегінің андеркардында өтетін Рио Олимпиадасының чемпионы Данияр Елеусінов қарсыласымен көз арбасып баспасөз мәслихатын өткізді. Ол 20 желтоқсан күні Фениксте Talking Stink Resort аренасында өтетін бокс кешінде шаршалаңға оралады. 28 жастағы боксшы Алан Санчеспен жұдырықтасады. Америкалық боксшы бір уақытта WBC Continental Americas белбеуін иемденген. Жекпе-жек 10 раундқа жоспарланған. Данияр Елеусінов кәсіпқой бокста 8 жекпе-жек өткізіп, бәрін жеңіспен аяқтап, 4 кездесуді нокаутпен жеңген. Ал Санчес кәсіпқой бокста 20 кездесу өткізіп, 4 рет жеңіліп, 1 рет тең түскен. Америкалық ESPN спорттық телеарнасы орта салмақтағы WBA чемпионы Сауль Альваресті осы жылдың үздік боксшысы деп таныды. Марапат үшін алғыс айтамын. Бұл менің мансабымдағы, тарихымдағы тек бір қадам. Сіздерден сәл күтулеріңізді сұраймын. Себебі Канело тарихта қалады. Мен оған кепілдік беремін деп мәлімдеді мексикалық боксшы. Естеріңізге сала кетейік, 2019 жылы Альварес Дэниэл Джейкобс пен Сергей Ковалевті жеңді. Қыркүйек айында Сауль қазақстандық Геннадий Головкинмен 3-ші рет кездесе алатын еді. Бірақ ол Головкинмен айқастың орнына Ковалевке қарсы жартылай ауыр салмақтағы титулдық жекпе-жек таңдады. Еске салсақ, мексикалық боксшы ресейлік Сергей Ковалевпен өткізген жекпе-жекте оны 11-ші раундта нокаутқа жіберіп, әлем чемпионы белдігіне ие болған еді. Сонымен Канело Сергей Ковалевтен тартып алған WBO нұсқасы бойынша жартылай орта салмақтағы әлем чемпионы титулын бір ретте қорғамастан оны босатты. WBO-ның түсіндіруінше, ол супер чемпионға берілетін артықшылықтарды сақтап қалады. Яғни Канело іле-шала WBO-ның кез келген өзге чемпионына міндетті қарсылас атануы мүмкін, деп мәлім етті инсайдер Майкл Бенсон. Ал Альварестің өзі чемпиондық белбеуден бас тартуын былай түсіндірді. Рингтегі жетістігім жанкүйерлерім мен елім үшін мақтан етерлік болғанын білемін. WBO ұйымымен қарым-қатынасым жақсы. Олардың боксты дамытудағы еңбегін бағалаймын. Біздің келісім WBO ұйымымен жартылай ауыр салмақтағы өз белбеуін ұдайы сарапқа салуға мүмкіндік береді. Ал мен кез келген дивизиондағы ең мықты қарсыластармен жекпе-жек өткізе аламын дейді. Сіздермен бірге болған қазақ тіліндегі спорт жайлы YouTube арна ERA-X. Арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Күн сайын жаңа видеолар біздің арнаға шығып отырады. Ал мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше.